Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен асқабақтан жасалатын өте дәмді 4 түрлі тағамның рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Жазбаша рецебі видеоның астындағы описание бөлімінде. Асқабақтан дайындалатын осындай қатпарлы самса дайындаймыз. Өте керемет болып шығады. Ол үшін алдымен суымызға тұз, құмшекерімізді және уксусымызды қосып жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген ұнымыздың үстіне ерітілген сары майымызды, жаңағы суымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп алыңыздар. Дайын қамырымызды салфан пакетке салып, 20-30 минутқа демалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін тек қана бізге асқабақ болса жеткілікті. Асқабақты алып, өзімізге керек мөлшерде тазалап аламыз сыртынан. Және де жуып тазалап асқабақты турайтын боламыз. Мінекей, асқабағымызды жуып алдық. Енді кубиктап тураймыз. Не болмаса үккіштен өткізсеңіздер болады. Барлығын осылай кубик етіп турап аласыздар. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дайын болған асқабақтарымызды ыдысымызға саламыз. Оның үстінен 2-3 дана пиязымызды алып, оны да ұсақ етіп турап, үстінен қосамыз. Және де 1 шай қасық тұзды саламыз оның үстінен. Бұрыш салсаңыздар болады татымына қарай. Және құмшекер қосамыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Оның үстінен құрғақ болып қалмас үшін сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қалауыңыз бойынша сұйық майдың орнына құйрық май қоссаңыз болады. Келесі кезекте қамырымызды алып 2-ге бөліп аламыз да, ұн себе отыра жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырдың ортасынан баспаймыз, тек қана шеткі бөліктерін баса отыра, ешқандай күш түсірмей жаямыз. Сол кезде жіңішке біркелкі болып жайылады. 2 қамырымызды бірдей етіп жайып аламыз. Одан кейін бірінші қамырымызды салып, үстіне ерітілген сары майымыздың жартысын құйып, щетканың немесе қолдың көмегімен барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Одан кейін осылай барлық жеріне осылай жеткізіп жақсаңыздар болады. Оның үстіне екінші қамырымызды жаямыз. Екеуінің көлемі бірдей болу керек. Енді үстінен қалған ерітілген сары майымызды құйып, барлық жеріне жеткіземіз. Сары май барлық жеріне жетуі керек. Сол кезде қатпарлы болып шығатын болады самсаларыңыз. Енді бір шетінен бастап тығыздап, жақсылап орап шығамыз. Бос етпей, қатты тығыз етіп ораңыздар. Сол кезде әдемі болып шығады. Осылай орап, видеода көрсетілгендей етіп орап аласыздар да, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қалдырамыз май сіңгенше. Мұздатқышқа салып қойсаңыздар болады, тез қату үшін. 30-40 минут өткеннен кейін алып, өзімізге қажет мөлшерде кесіп аламыз. Мен үлкен емес, кіші емес, орташа көлемде жасайтын боламын. Осылай бөліп алып, видеода көрсетілгендей етіп, 2 шетін қысып, домалақтап шығамыз. Барлығын алдын ала солай дайындап аламыз. Одан кейін кішкене ұн себе отыра, ұн сеппесеңіздер де болады. Осылай жұқа етіп жайып шығамыз барлығын. Достар, менің арнамнан осындай өте көптеген керемет сәтті шығатын қазақша рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан егер маған тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписация белгісін басып, все дегенді басып қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Барлығын алдын ала жайып аламыз. Және де осылай жайып, ортасына салмамызды салып, өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Мен 4 бұрышты форма етіп түйдім. Өте әдемі болып шықты, қатпарлы болып. 3 бұрыш етіп, домалақ етіп, өз қалауларыңыз бойынша түйе бересіздер. Барлығын түйіп алған соң формаға бір-біріне жақындатпай осылай орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт қосып, осылай қызарып пісу үшін жағып шықтым. Күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште осылай қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер.
Егер осы асқабақтан жасалған самсаның рецепті ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде поделиться батырмасын басып, бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен ерекше асқабақтан жасалатын пирог жасайтын боламыз. Ендеше жасауға кірісейік. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны таза ыдысымызға жарып аламыз. Үстінен шым-шым тұз қосамыз. Құмшекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен не болмаса миксердің көмегімен араластырып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыз бір-біріне осылай жақсылап араласқанша қозғаймыз. Енді үстінен сұйық май қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Қанша граммнан қосу қажет екендігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді асқабағымызды алдын ала осылай турап, үккіштен өткізіп дайындап алдым. Соны қосамыз, немесе майдалап турап не болмаса блендердің көмегімен езіп алсаңыз да болады. Мен үккіштен өткізіп алдым. Осылай жұмыртқалы массамызбен жақсылап араластырамыз. Бізде қою масса болып шығады. Енді ұнымызға қопсықышымызды қосамыз да екеуін жақсылап араластырамыз. 2 бөліп қосатын боламыз. Бірінші жарты бөлігін қосып алып, жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Достар, менің арнамнан өте ерекше, сәтті шығатын, тез дайын болатын рецептерді таба аласыздар. Сондықтан менің арнамды жоғалтып алмас үшін подписаться кнопкасын басып қоюды ұмытпаңыз. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Енді қалған ұнымызды қосамыз да жақсылап тағы да араластырып аламыз. Біздің массамыз, қамырымыз қоюлау болып шығуы мүмкін. Осылай жақсылап біркелкі болғанша ұнның қалдықтары қалмайтындай етіп араластырамыз. Егер венчикпен араластыру қиынға соғып жатса, шанышқының немесе миксердің көмегіне жүгінсеңіздер болады. Мен шанышқының көмегімен араластырдым. Осылай барлығын біркелкі етіп араластырып алдым. Егер қатты қою болып араласу қиын болып жатса, мен сияқты азғантай су қосып жіберсеңіздер болады. Сол кезде араласуы да оңай болады. Егер сұйық болып шықса, су қосудың қажеті жоқ. Осылай жақсылап араластырып, дәл осындай массада шығу қажет. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Енді формамызды дайындап аламыз. Формамыздың диаметрі 22 см. Астына пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды құямыз да, қою болып шыққандықтан осылай лопатканың көмегімен біркелкі етіп, барлық жеріне тегіс етіп бетін тегістеп шығамыз лопатканың көмегімен. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында беті қызарып, піскенше ұстаймыз. Дайын болғандығын ағаш таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Енді бетіне әрлеу үшін қант ұнтағын пайдаландым. Сіздер қант ұнтағын, шоколад не болмаса, ештеңке қолданбай да жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Пышный және де балалардың сүйікті пирогі екен. Егер балаңыз кәдімгі асқабақты жемейтін болса, асқабақтан пирог жасап беріңіз, қуана-қуана жеп қоятын болады. Дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз, әрі пайдалы тағам. Асқабақтан жасалатын келесі тағамымыз өте оңай дайындалады. Ол үшін өзіңізге қажет мөлшерде асқабақтарымызды алып, ол үшін асқабақты осындай бөліктерге бөліп, ішіндегі керек емес дәндерін, жұмсақ бөлігін алып тастаймыз. Барлық асқабақтарымызды жуып тазалап аламыз. Бұл асқабақтарды буда пісіретін боламыз, яғни мантық қазанды астына жабысып қалмас үшін май жағамыз, сұйық майды. Барлық жеріне жеткізіп, дәл осылай дайындасаңыздар, сіздердің асқабақтарыңыз пеште дайындалған асқабаққа қарағанда өте дәмді, сочный болып шығады. Сондықтан осы тәсілмен дайындап көріңіздер. Келесі кезекте асқабақты орналастырып шығамыз. Сыртқы қабығын алудың қажеті жоқ. Осылай қойсаңыздар өте керемет болып шығады. Бұл тағам түрін дайындау үшін сіздерге асқабақтың өте дәмді, сап-сары түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Және де бұл тағамның құпиясы, көріп тұрғандарыңыздай осындай құм шекерді әрбір асқабағымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Сол кезде асқабақтарыңызға тәтті дәм сіңіп, өте керемет болып шығады. Сондықтан дәл осылай жасап көріңіздер.
Сіздер осы тәсілді пайдаланасыздар ма? Егер манты қазанға салып әуре болмаймын дейтін болсаңыздар, пешке пісіргіңіз келсе, дәл осылай жасап, бетін фольгамен жауып пісірсеңіздер де болады. Бетін ашық етіп пісіретін болсаңыздар, пеште құрғап кетуі мүмкін, сондықтан міндетті түрде фольгамен жауып пісірсеңіздер, дәл осындай болып шығады. Қайнап тұрған мантываркамызға қойып, 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Жұмсарып, өте керемет дәмді болып шығады. Дәл осылай қайнатып буға пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің асқабақтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шыққан. Асқабақты ұнатпайтын адамның өзі осы тағамды жеп қояры сөзсіз, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен етсіз дайындалатын өте дәмді кешкі ас дайындаймыз. Ол асқабақтан жасалған орама ханым. Өте керемет дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға тұзымызды саламыз, оның үстінен бір жұмыртқамызды жарып, және де сұйық май суымызды құйып аламыз да, жақсылап алдымен қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Енді сыртынан пакет кигізіп 15-20 минутқа қалдырамыз. Бұл аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге барлық болғаны асқабақ пен пияз болса жеткілікті. Ең алдымен пияздарымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақ етіп турап аламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Дәл қазір күзде асқабақтың мезгілі, сондықтан осы тағамдарды жасап көрсеңіздер, асқабақты ұнатпайтын адамның өзі сүйсініп жеп қояры сөзсіз. Және де алдын ала жуып тазаланған асқабақтарымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Өте дәмді болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңызды барлығын үккіштен өткізіп дайындап алдық. Енді бір ыдысымызға саламыз. Оның үстінен бөлме температурасында осылай еріп тұрған сармаймызды ұсақ етіп турап алып қосамыз. Өте әдемі, жұмсақ дәм береді. Майды міндетті түрде сармайдан қосыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай салманың үстіне саламыз. Одан кейін татымына қарай өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен зира, қызыл бұрыш және тұз қостым. Және де жақсылап қолдың көмегімен араластырып аласыздар. Осымен біздің салмамыз дайын, өте оңай дайындалады. Енді қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Дәл осы рецепт бойынша бізде 2 орама ханым шығады. Егер сіздер көп етіп жасағыларыңыз келсе, осы видеоның астындағы жазылған ингредиенттерді 2 есе көбейтіп жасай беруге болады. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Жұқа етіп жайып алыңыздар. Және де жайылған қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып кішкене барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай, осылай жасасаңыздар, майы көп болмайды және де барлық жеріне май жағылады. Алдын ала дайындап алған салмамызды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Егер сіздің қамырыңыз қанша, дәл солай бөлікке бөліп аласыздар да, барлық жеріне бір келкі етіп осылай қолдың көмегімен орналастырып шығып, рулетик етіп ораймыз. Ет қосылмаса да өте дәмді болып шығатын тағамдардың бірі, маған өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жақсылап орап алдық. Енді манты қазанымыздың астын міндетті түрде майлап, оның үстіне осы орамамызды орналастырып шығамыз. Ақырын алып, осылай орналастырып аласыздар. Және де ораманың бетінде майлап шығатын боламыз, май жағып. Сол кезде қаяз май өте әдемі болып пісіп шығады. Дәл солай екінші қамырымызды да дәл солай жұқа етіп жайып алып, қалған салмамызды салып, рулетик етіп орап аламыз. Достар, егер де оңай жасалатын қазақша рецепттерді жіберіп алғыларыңыз келмесе, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңырау белгісін басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Өз арнамда өте жеңіл, тез дайындалатын, сәтті шығатын рецепттермен үнемі бөлісіп отыратын боламын, сондықтан тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер орама ханымның рецепті ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде поделиться батырмасын басып, бөлісуді де ұмытпаңыздар. Өте оңай жасалатын орама ханымды достарыңызбен бірге жасап көріңіздер. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Сіздер қандай тәсілмен жасайсыздар, міндетті түрде жазыңыздар.
мінекей алдын ала суымызды қайнатып қоямыз және де 40-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің орама ханым дайын, өте дәмді, жұмсақ ауызда еритін болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.